саламатсыздар, құрметті көрермендер. Сіздермен Еркелі қоғамдық қоры. Бүгінгі күндеріңіз берекелі, керемет мүмкіндіктерге, жаңа идеяларға толы болсын деп тілейміз. Біздің әрбір эфирімізде келіп жүрген қонағымыз өнерде жүрген, өнерде өмірімнің серігі дейтін, өнерге құштар жандардың өмірі мен өнерін үлгі етіп, олардың өнерлерімен бөлісу. Бүгін бізде келіп отырған қонағымды таныстырып өтейін. Өзі блогер қырынан өзін көрсетіп, танытып жүрген белсенді өнерпаз Әсем Жұматаева келіп отыр. Қош келдің, Әсем. Қош көрдік, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Әсем, қалай, көңіл күйің қалай? Тамаша. Енді құрметті, қазір міне күз айы келіп кірді. Енді күз дегенде ойыңа не келеді жалпы? Енді негізінде қарап отырсаң, Алла тағаланың бізге жіберген қай мезгілі болса да өзінің мәні бар, өзінің атқаратын былайша айтқанда жұмысы бар. Мысалы, қысты алатын болсақ, қыс айларында қар түседі, күн суиды, микробтар өледі, қыс болмаса, мүмкін эпидемия, пандемияларды көбейіп кететін беді. Көктем айында, мысалы үшін, қыста түскен қардың арқасында жер ылғалдандырады, соның арқасында астық егіп жатады, егін егіп жатады. Жазда күн жылиды, сол күн жылудың арқасында сол жаңағы еккен астығымыз пісіп жетіп жатады. Бірақ мен күзді ерекше жақсы көрем. Себебі біріншіден жаңағы піскен егінді халқымыз жинап, қысқа азығын дайындап жатады. Екіншіден қарап отырсаң, күз айларында адам затының өмірінде, көптеген адам затының өмірінде жаңадан басып жататын қадамдар болады екен. Мысалға, кішкентай балалар именно осы күзде бірінші сыныпқа барып жатады, студенттарымыз бірінші курсқа барып жатады. Қарап отырсаң, үйлену тойлары да көбіне осы себебім. Менің жаныма жақын адамдар, яғни ұлым мен әкем осы күз мезгілінде дүниеге келген екен. Сол себептен де мен күзді жақсы көремін. Рахмет. Енді күз дегенде шынымен де бір сағыныш сезімі келеді ғой ойға, Жаңа сағыныштың тәтті сезімі бар, мұңды сезімдері бар дегендей. Рахмет ойыңа. Онда Әсем, енді біз өзіңді жақынырақ таныстырып өтсең, одан кейін өзің қазір жұмыс жасап жүрген жерің туралы қысқаша мәліметтер беріп кетсең? Рахмет. Өзіңіз айтқандай, менің есімім Жұматаева Әсем Ахметжанқызы. Туған жерім Семей, өскен жерім Алматы. Найманның қызымын. Жоқ, бәрімізде енді тұтастай бір ел қазақпыз ғой. Просто біздің қазақтарда әдет па, қалай десем екен, есіміңді сұрағаннан кейін екінші сұрақ руың кім деп жатады. Сондықтан да сол адамдарға толықтап айтып жатқаным. Жаңа айтып өткендей, Семей қаласында тудым, 7 жасыма дейін сол жерде өстім. Бірақ 7 жасымда мені арнайы мектепке беру керек болғандықтан, ата-анам осы Алматы қаласына көшіп келген болатын. Сол 7 жасымнан бастап арнайы зағип және көздері әлсін көретін балалардың мектебінде оқыдым. Одан кейін Казгуге түстім. Казгуде педагогика, психология мамандығында оқыдым. Одан кейін менің өмірімде біраз уақыт антрак болды десем болатын шығар. Сәбилі болдым. Сәбилі болғандықтан декретный отпускаға кеттім, причем плотно кеттім, 6-7 жыл. Необычно дейсіз ғой. Содан одан кейін жұмысқа орналаса бастадым, қоғамдық жұмыстарға. Одан кейін қарасам, біздің көп зағип жандар массаж оқуын оқып жатыр екен. Қой, менің қай жерім кем дедім де, менде сол медколледжға түсіп, биыл сол массаж оқуын бітірген жайым бар.
Қазіргі уақытта общество инвалидов и социальной адаптации деген жерде жұмыс істеп жатырмын. Ол жерде негізгі мамандығым офис менеджер. Именно біздің жұмыс орнымызға келіп тоқтайтын болсақ, негізі бұл ұжым, организация ұжым болады ғой. Ұжым 2012 жылы құрылған екен. Бірақ енді ол уақыттан бері қаншама төрағалар ауысқан, состав әріптестер ауысқан. Енді ол кісілер үшін жауап бере алмаймын, бірақ соңғы 2 жылда біз жаңадан төрайым қабылдап жұмыс істеп жатырмыз. Төрайымыздың атын айтып берсеңіз. Төрайымның есімі Кеңесова Мария болады. Иә, танимыз. Өте жас. Көріп отырса сәлем айтамыз. Енді жұмысымызға келетін болсақ, бізде көбіне басым бөлігі бізде сау адамдар, яғни мүгедектігі жоқ адамдар. Олардың жұмыс атқаратын основной жұмысымыз біздің типография, баспа болады деп. Ал біз 4-5 мүгедектігі бар жандар жұмыс істейміз ол жерде. Біздің организациямыздың основной атамасы адаптация инвалидов болғандықтан, сол өзіміз сияқты, яғни жақында көздері көрмей қалған, үйде отырған мүгедек жандарға аяқтан қайтадан тік тұрып кетуіне көмек жасап жатамыз қолымыздан келгенше. Түсінікті. Енді жаңа қазақша аударғанда енді мүмкіндік шектеулі жандарды қоғамға белсене араласуына көмектесесіңдер, Иә. Енді қандай істер атқарылады? Сендерде компьютер үйретеді, тағы қандай сауаттылыққа? Түсіндім сұрағыңызды сөйлеп. Енді бір кереметтей бір айтишник программистер дайындап жатырмыз деп айта алмаймын. Бірақ енді қолымыздан келгенше элементарный печатать етуді, текст набирать еткенді, сондай нәрселерді үйретіп жатамыз компьютер жағынан. Сондай-ақ тоқма үйретеміз. Содан кейін ойлана келе, бұның бәрін негізінде басқа организацияларда істеп жатыр екен де, компьютерді үйретеді. Кстати, бізде де ориентировка бар тоже. Оның бәрі басқа организацияларда бар екен. Содан кейін ойлана келе, біз YouTube'дан канал ашып, YouTube'дан неге үйретпеске деп ойландық. Сөйтіп, көз көрмейтін адамдарға бәрін қолымыздан келгенше көрсетіп жатамыз YouTube каналдан. Жақсы, Әсем. Енді Әсем, сендердің мына қоғамдық қорларында әртүрлі іс-шаралар өтіп жатады, өзің соған белсене қатысып жүрсің, өз өнеріңді көрсетіп жүрсің, онда сенен бір қонаққа дей сұрайық, одан кейін ары қарай өзіңмен жалғастырамыз, Рахмет. Қандай ән оқыдыңыз? Енді мына мектепте мен оқып жүрген кезде, ол кезде баламыз ғой, білмейсің, бір Алтынай деген ән шықты, Лұқпан Жолдасов орындайтын еді. Соны мен қоймай қайта-қайта тыңдап, қайта-қайта айтып жүрдім. Концерттерде қатысқанда айтып, содан бір үлкен бір мектептің оқушысы деп айтты, Айсема, сен қыз баласың ғой, бұл жігітті айтатын ән ғой, неге айтасың деп. Сол балалық шақтан бір естелік болсын, сол әнді айтып көрейін. Жақсы. Алтынай,
ерекше нәзік үнің бар екен да. Енді мына домбыраны кім үйретті? Ән айтуға деген қызығушылығың неден басталды жалпы? Енді негізі мен кәсіби әнші емеспін. Ән айтуды кім үйреттіге келетін болсақ, бала күнімнен үйреткен ол өзімнің әкем болатын. Ерте сөйлеп, ерте жүре бастаппын. Сол 9 айымда әкем үйде ән айтып жүрген кезде арбада отырып қосылып ыңылдап айта бастаппын. Сол кезден бастап бірге ән шырқап сөйтіп жүрдік. Бірақ домбыраны ол кісі үйретпеді. Ол кісі домбыра тарта алмайды. Баяндап, гитараны жақсы тартады, бірақ домбыра тарта алмайды. Домбыраны қолына алып, бір гитара сияқты қылып тартып жүреді. Домбыраны анам екеуміз 5 жасымда Талдықорған қаласына келдік. Сол жерде бір ағам өнерің өрге жүрсін деп бетіне жазып, бір абайский кішкентай домбыралар болады ғой, білесіздер. Соны сыйлаған болатын. Сол кезден бастап бір әнді естеймін, ақырындап салып көрем, сөйтіп самоучка дейді ғой, өзім үйренген болатынмын домбыраны. Жақсы, рахмет. Әсем, енді сені блогерлік қырыңнан өзін танытып, көрсетіп жүр деп жаңа таныстырып жатырмын ғой. Сенің қазіргі жұмыс жасап жүрген жеріңде Шанс деген YouTube каналдарың бар. Сол жерде шағын роликтер түсіріп, көрермендерге ұсынып жатасың. Соның ішінде өзің жүргізетін, тез дайындалатын тағам түрлерін көрсетесің. Осы ой қайдан келді? Мақсаты не осы роликтің түсірудің? Сәуле, мен сізді кішкене түзеп жіберейін. Негізі тек қана біз тез дайындалатын тағам көрсетпейміз. Ол жерде алдында айта кеткендей айттым ғой, біз ойлана келе осындай ютубтан канал ашып, неге осылай көрсетпеске деп ойлаған болатынбыз. Бұл жерде тек қана тағам әзірлемейміз. Зағип жандар не істей алады жалпы, соның бәрін көрсетеміз қолымыздан келгенше. Ол мүмкіндіктерін. Ол рубриканың атын возможности без границ, яғни шектеусіз мүмкіндіктер деп атаған болатынмын. Бұл рубриканың ашылу мақсаты біріншіден, енді арнайы мектепте оқығаннан кейін ол жерде неше түрлі адамды балалар оқыды. Біреулер көрмейтіні білінбейтіндей болып жүгіріп жүрсе де, біреулер бір бұрышта отыра беретін. Өйткені оларды ата-анасы бұрын көрмейтін адамдарды көрмегендіктен, отбасында сондай көрмейтін бала пайда болған кезде болды деп оны как зат ретінде қасықпен тамағын беріп, өздері киіндіріп, төсегін жинап, бір бұрышқа отырғызып қояды екен де. Айтайын деген бірінші мақсатымыз сондай ата-аналарға көрсету, что сіздің де балаңыз солай тамақ істеп, қолынан келеді, бәрін істей алады деп көрсету. Екінші мақсат, жақында көзі көрмей қалған адамдарға стимул беру. Яғни өмірдің аяқталмаған, сонымен ары қарай көрсету. Үшінші мақсат, көбіне зағип жандарды көрген кезде адамдар бір мүсіркеп сөйтіп тұрады, қолынан түк келмейтін шығар дегендей. Біз бірінші интервью алып көрдік көшеде. Сол кезде зағип адамдар өзіне чай құя ала ма деген кезде, жоқ, олар құюы мүмкін емес деп жауап бердік көбі. Қалай құяды ол деп. Сол нәрселерді оларға доказать ету, что бізде бәрін істей аламыз, бізде бәрін қолымыздан келеді. Түсінікті. Енді осы роликтер түсіргенде саған кім көмектеседі? Өзің бір ақыл кеңес сұрайтын адамдарың бар ма жалпы? Әдемілеп, монтаждап, жасап, енді көрермендерге ұсынып көмектесетін. Енді менің монтажерім да, операторым да, кеңесшім де, ұлым десем болады. 12 жаста. Сол монтажды да сол жасайды түнімен отырып. Операторым да сол, мама, камераға дұрыс қарамай қалдың, былай отыр деп, бәрін реттеп қарап жүретін сол. Рахмет, онда. Әсем, жаңағы бір ауыз айта кетейін, ренжімеңіз. Және де айтайын дегенім, біздің рубрика 2 тілде жүреді. Ол 2 тілде жүргізу мақсатымыз. Мысалға, қазақша білмейтін адамдар, орысша үйренсін, орысша үйренетіндер, в общем, тілдерді үйренсін деген мақсатта 2 тілде жүргіземіз. Жақсы. Әсем, онда тағы бір әдемі әніңе кезек берейік. Қалай қарайсың?
Рахмет. Келесі әнім өмірдегі де әлдегі де жаңағы айтып жатқан шәкіртім әкеме арналады. Жақсы. Бәрекелді. Тамаша, жақсы, рахмет әсем. Құрметті көрермендер, біздің өнер орталығында домбыра, гитара, баян сияқты аспаптарда ойнауды үйретеді. Және вокалдан сабақ береміз. Сонымен қатар біз зағип жандар үшін компьютерлік, смартфондық сауаттылыққа көмектесеміз. Бізге келіңіз. Біздің мекен-жайымыз Алматы қаласы, Байтұрсынов 145-106, 107 офис. Ал енді әсем, ары қарай жалғастырайық. Мына блогерлік тұрғыдан өзін көрсетіп жатыр деп тұрмын ғой. Енді қалай өзіңе көпшіліктің алдына шығу бір қорқыныш или болмай ма? Өзіңді қалай дайындайсың? Енді бет алып жатырсың ғой. Енді әрине қобалжымаймын деп айта алмаймын. Негізінде айтады ғой, ұялмаған әнші болады деп. Менің бала күннен жеңе алмай жүрген қасиетім сол шығар. Сахнаға шыққан кезде мен қатты қобалжитын әдетім бар да. Бірақ қолымнан келгенше жеңіп келе жатырмын. Енді блогерлік
жағына келетін болсақ, ол жерде ән айтпайсың ғой. Сондықтан ол жерде маған жеңілірек дегенмен. Аға, жақсы. Онда Әсем, енді сен өзің бос уақытында немен айналысасың? Немен қызығасың? Хоббиларың бар ма? Енді бос уақытында негізінде ән тыңдағанды жақсы көремін. Әсіресе көңіл күйім болмай, бір отырған уақыттарда бір баяу, мәні бар, мағынасы бар әндер болады ғой. Сондай әндерді тыңдағанды өте жақсы көремін. Кітап оқыған жақсы көремін, именно романдарды. Содан кейін көбінесе адамдар, енді мен Казгуде оқығанымен психолог болып жұмыс істемедім, бірақ бәрібірде адамдар кейде хабарласып өзінің мәселелерін айтып жатады. Соларды тыңдағанды қолымнан келгенше көмек беруге тырысқанды жақсы көремін бос уақыттарымда. Еді Әсем өмір болғаннан кейін өмірде бір әртүрлі жағдайдың себептеріне байланысты көңіл күйіміз түсіп жатады ғой. Сол кезде көңілің жабырқаған кезде өз-өзіңе қандай сөздермен серпіліс бересің, жігер бересің, мотивация дейді ғой. Өзің психолог мамандығын бітірдім деп отырсың. Түсіндім сізді, Сәуле. Өзіме мен көбіне көңіл күйім түскен кезде өзіме әкемді мысал қылып қоямын. Ол кісі өте сондай көңілді жүреді, әрдайым қаншама қиындықтар болса да мойынсұнбай жүреді. Сондықтан сол кісіге қарайында айтамын: сен осы Ахметжан деген кісінің қызысың. Әсем, сен сағың сынуға хақың жоқ. Әкең осындай бола тұра сен қалай сағың сынады деп өз-өзімді жігерлендіремін де. Содан кейін көңіл күйім болмаса, мен үйде отырмай, бәріңізге беретін кеңесім, көңіл күйлеріңіз болмаса, лучше көшеге бір жерге барып келіңіздер, көңіл күйіңіз көтеріліп, ойыңыз ауланып қалады. Мысалы, автобуста келе жатқанның өзінде де түрлі әңгімелер естисіздер, түрлі оқиға болады, уже көңілің ауланып, бәрі ретке келіп қалады. Табиғатқа барып айғайламайсың ба? Жоқ, ондай бар, ішіндегіні шығар. Жақсы, онда Әсем, саған тағы бір әдемі әніңе кезек берейік өзіңе. Рахмет. Жаңа мұңды бір ән тыңдағанды жақсы көремін дейсің ғой, бір көңіл күйім жоқ кезде. Я как раз осы бір жақында бір қатты көңіл күйім болмай отырды. Содан кейін тыңдап отырып бір ән құлағым шалып қалды. Бір рет тыңдадым, бір 10 рет тыңдадым ғой деп қатты ұнады. Содан кейін ойладым, неге осы әнді айтып көрмеске деп. Сөйтіп, бүгін бірінші рет сіздердің студияларыңызда, енді бұрын айтылып жүрген ғой басқа адамдармен, бірақ мен лично өзім қазір бірінші рет сіздердің студияларыңызда орындап көрейін деп тұрмын. Бағасын өздеріңіз берерсіздер. Жақсы. Сәттілік онда өз. Рахмет. Allah
комментарий. Ага, жақсы. Гүлсім Елікбаева пишет: Ақтөбеден сәлем, даусыңыз керемет екен. Өркейбесін дей ма? Өнеріңге шабыт тілеймін. Рахмет. И сонымен спрашивает, алға қойған мақсатырыңыз қандай? Енді алға қойған мақсаттарыма келетін болсақ, енді жоспарлармен көп бөлісе бермейді ғой. Сондықтан бәрімен бірдей бөлісе бермейді. Бірақ ең басты мақсатым, енді бәрі енді менің көретін подписчиктарым біледі, бір-екі ай болды мен блогерлық жұмысымды тоқтатып қойған едім. Себебі менде защита диплома болды, дипломды қорғадым. Балам каникулда болды, анда-мында кетіп қалды, түсіретін адам болмағандықтан мен тоқтатып қойғам. Соны жалғастырсам деймін, ең бастысы мақсатым. Содан кейін басқадай да әндерді айтып көріп, сөйтіп даму дейміз ғой. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Кристина? У меня вопрос. Асем, вот ты готовишь, да? У меня сразу двойной такой вопрос. Первый вопрос: ты на чем ты готовишь? На чем ты любишь готовить? То есть на газовой плите, на электрической, на мультиварке и тому подобное. И какое твое любимое блюдо? Какое ты блюдо любишь готовить? Или блюда? Может быть, их несколько? Қазақша жауап берем бе, орысша жауап берем бе? Қазақша жауап. Как вам удобно? Көбіне енді мен сен айтқандардың бәрінде дайындай берем, негізі енді бір қатты бір мынада тамақ әзірлеу ұнайды деп айта алмайды екен. Бірақ көбіне газовый плита бар ғой, обычный кухнядағы, сонда әзірлеймін. Жақсы көріп өзім пісіретін тағамдарым енді олыма пицца ұнайды, пицца әзірлеймін көбіне. Ал өзім пловты жақсы көремін де. Бірақ өкінішке орай біздің үйдегілер пловты, палауды, яғни палауды көп ұната бермейді, сондықтан палау пісірген күн мен үшін мейрам ғой, былайынша айтқанда. Жақсы. Енді Әсем, осы өмірдегі нені жетістігім деп айта аласың осы? Өмірдегі жетістігім деп, енді жетістіктерім Аллаға шүкір көп. Ең басты жетістігім осып жүргенім, осы сіздердің студияларыңызға келіп отырғанымның өзі жетістік деп ойлаймын. Бірақ ең басты өмірдегі жетістігім ол балам. Алланың нәсіп еткен маған сыйы ғой, сол ұлды дүниеге келгенмен сол ең басты жетістігім деп ойлаймын. Ұлыңа жақсы білім беріп, бір білімді, білікті ер азамат болып өссін дейсің ғой. Аймен, рахмет. Иманды. Енді Александр, бар ма біздерде сұрақ? Комментарий бар ма? Құттың болсын, тек алға, рахмет. Рахмет. Енді өмірлік ұстанымың қандай? Өмірлік ұстаным, енді өмірлік ұстанымға апарамыз ба, или жатқызамыз ба, или мінездің қасиеті деп айтайын ба, білмеймін, бірақ какой привет, такой ответ дейді ғой, менде сондай неде. Адамдар егерде өзіне жақсы қараса, Мен де жақсы қарайын дейсің ғой. Тігінен айта салдым ғой. Я шын, мен де жақсы қараймын. Ал егерде маған біреу грубо сөйлеп өзінше кекетіп сөйтсе, мен де тура, в общем, қандай қарым-қатынас маған жасайды, мен де солай жасаймын. Тек соңғы жылдары ғана кейде бір қой Әсем, жындымен жынды боласың ба деген. Өз өзімді сөйтіп қолға алып, тұрысып жүрмін, по крайней мере. Тәрбиелеп қоямын дейсің ғой. Дұрыс Әсем. Енді Әсем, жаңа болашақта қандай жоспарларың бар деп сұрап жатыр ғой. Енді мен сұрайшы, сенің жаңа жүргізіп жатқан роликтердің ішінде сұхбаттар алып жатыр екенсің. Енді болашақта кімдерден сұхбат алғың келеді? Енді тек қана Алматы қаласы бойынша емес, басқа да қалаларға барып, сол жақта да мүмкіндік шектеулі өнерпаздар бар ғой, мысалы үшін спортсмендерден жан-жақты. Сол жаққа барып алғың келмей ме, ауыл аймақтарда? Я Сәуле, әрине, негізінде мен сұхбат алған кезде көбіне демейін, мен тек
бізге, иә. Мысалға, көбіне мен Шымкент жақтың спортшыларын сұхбат алып көрсеткен болатынмын. Жақсы. Онда Әсем, осымен өзіміздің тікелей эфирімізді аяқтай келіп, уақытта келіп қалған екен. Біздің еркелердің әріптестері не тіледі? Бір көрермендерге бір жылы лебізіңді айтып өтсең, одан кейін сенің бір әдемі әніңмен аяқтасақ. Енді сіздерге жеке адам ретінде тілейтінім денсаулық, дендерің сау болсын, денсау болса басқасы бола жатар. Еркелі ұжымына тілейтінім өстіп дамы беріңіздер. Қазақстанның түпкір-түпкірінен, тек қана Қазақстанның емес, бүкіл әлемнің түпкір-түпкірінен келіп сіздерге сұхбат берейікші сіздерге деп танымал жұлдыздар жалынып тұратындай болсын. Ал көрермендерге тілейтінім еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Амандықта жүздесейік. Әсем, рахмет. Күшті, жақсы тілектер айттың енді. Періштенің құлағына салынсын. Құрметті көрермендер, бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Ел іргесі берік, еліміз тыныш, халқымыздың ауызбіршілігі мықты болсын. Әсемнің әдемі әнімен аяқтаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.